Сәлем оқырман. Айбек мен Индираның ара қатынасы не болып жатыр? Эдуарды араларына түсті деген еді. Оған қоса Индира болса еңлікпен қатты ұрсуда. Ол видеоны жүктеп те қойған екен қосылайық парақшасында. Сен өзің тоқтатқын, қара сен өзің тоқтатқын кеп тұр, сен айтқын кеп тұр, былайсыз ба? Еңлік үшін тоқтады, все, мен кінәлі емеспін деген сияқты өзің жүріп тастың. Мұса ажыратқандай болды. Бірақ екеуі бір мәмлеге келмеді. Бір-бірін топас, ауру деп қыздар ауыр сөздер айтуда. Екеуіне не болып бір-біріне үйренісіп қалған еді, ендігі болса бір-бірін жек көреді. Айбек енді орталарында қалды. Сол еңлік пен ағасының ара қатынасы дұрыс болу үшін Индира болса жұптықты тоқтатайық деп қалды эфирде. Және де Индира болса Эдуарда мен қостырғысы келеді деп ойлап қалған екен. Себебі Эдуарда еңліктің бір жақсы танысы болғасын. Және де алдында Айбек кетер емес болғандай Эдуардаға желіде жазған болатын. Ал қарындасы болса Индира таныстықты тоқтатқысы келіп отырғаннан сылтау істеп отыр дейді. Еңлік болса мына қыз деді Индираға қарап Айбекке. Мені үйден шығарғысы келіп отыр. Сені ана досыммен араласпа, мына танысыммен араласпа дейді қазірден бастап. Ертең керек болса менімен де сөйлеспеуге тыйым салмайтынына кепіл жоқ. Ал оған не дейсің деген болатын Айбекке. Айбек болса ол әңгімені шешіп қойғанбыз, бәрі жақсы дегендей болды. Ал сіз не ойлайсыз? Не болып кетті, кімге неге? Түсінбей кеттік мүлдем. 2 күн бойы талқылауда нәтижелері жоқ. Ағалы қарындас болып жұптарын іздеуге келген жалпы дұрыс па? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де Айбек Эдуарданы Инстаграм желісінде бұғаттағанын айтты. Ал Эдуарда болса желіге осы болып жатқан жағдайға өз пікірін білдірді. Маған эфир туралы артық сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Шынымды айтсам ешкімнің ара қатынасында шаруам да жоқ. Менің тарапымнан қызғандыратындай себеп болмаған. Сондықтан егер адам өзі сондай қатты қызғаншақ болса, мен біреудің мінез құлқына жауап бере алмайды екенмін. Шын көңіліммен бақыттан басқа тілерім жоқ. Бәрі оңынан шешілсін деймін. Еңлікке келетін болсақ, біздің арамызда жай ғана жақын, жылы қарым-қатынас. Адамды өмірде танымай тұрып, шешім шығарып, ауыр жазбауларыңызды сұраймын. Будьте добры, деді Эдуарда. Ендігі қалғанын эфирде көре жатармыз. Пікірлеріңізді жаза кетіңіз.